Құрметті оқырман, менің арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп, комментария жазып, лайк басуыңызды сұраймын. Мәжит екеуміз мектепте бірге оқығанбыз. Ол ерекше сымбатты, көркем жігіт болатын. Домбыра шертіп, ән салғанда өне бойың шымырлай жөнелетін. Әннің сөздеріне өзінше ұйқас қосып, келістіріп жіберетін ақылдығы бар. Ұстаздар бүкіл сыныптың сағаттарын, кештердің жазу, сызу суреттерін Мәжиттің мойнына артып қоятын. Сабағы да жақсы. Қай жағынан алсаң да 8 қырлы, бір сырлы деген қазақтың әдемі сөзі де дәл осы Мәжитке айтылғандай көрінеді. Біз мектепті аяқтайтын жылы 9 сыныптағы Қарлығаштың жүктілігі туралы өсектер айтыла бастады. Іші де білінді. Сыныптағы жігіттер Мәжитке жақындағанда әке болатындығын айтып, келемей жеп жүретін. Бірақ ол оқиға Мәжитке айтарлықтай әсер еткен жоқ. Басқа қыздармен кездесуін жалғастырып жүре берді. Мектепті бітіріп жан-жаққа тарап кетті. Алып Шақарға оқуға келдім. Тұрмыс құрдым. Араға 30 жыл салып, Мәжитпен қызымның құдалығына жолығып отырмын. Ол құдамның жақсы араласатын достарының бірі болып шықты. Кезінде Мәжит әсіба құда музыкант болып ұзақ жылдар бірге жұмыс істеген екен. Алғашында біреуге ұқсаттым, дұрыс танымадым. Уақыт өз дегенін алады ғой десе де, Мәжит маған тым қартаңдау көрінді. Өңі солғын тартқан, шайнаған жайнарын қабақ басып тұр екен. Маңдайына қалыңдап түскен қатпарлар аз бенеу шекпенің айқақтап тұрғандай. Денесінде құр сүйегі қалған. Басын төмен салбыратып жүргенен бе екен, жотасы бүкірейіп бастапты. Бойы да шөгіп қалған. Кеш батып қалды, жастар қала аралап кетті. Үлкендер демалып жатыр. Есік алдына шығып, ертеңгі тойқамын ойлап отырмын. Жатсам ұйқым келер емес. Аштық тұрған есіктің пердесін түріп, біреу сыртқа шығып келеді. Аяқ киім таппай тұрған сияқты орнымнан тұрып, жарықтық қостым. Сен әлі ұйықтамағансың ба деп менің далада отырғаныма таңырқағандай болды. Екеуміз далада орындықтықта жайғастық. Я, ұйқым келер емес. Балаң қайда кетті? Осында дос баласы бар екен. Сол келіп алып кетті. Қараңғыда көзім көрмейтін болған соң көлік жүргізіп келген. Бағана таңғала қарағаныңды байқадым. Мен қарғысқа ұшыраған байғұспын ғой. Жастықпен жасаған қателіктерінің зардабын қартайғанда шегіп келемін, деп жанары ырысқа толып кетті. Ауыр күрсінді де сөзін жалғады. Сен бақытты анасың. Қыз ұзатпақсың, келін де түсірерсің. Ішім бірдеңені сезе қойды, үндемедім. Есіме Қарлығаштың жайы орала кетті. Ойымды оқығандай әкімені сол арнадан жалғады. Мен тек үзбей тыңдаумен болдым. Айтуынша Қарлығаштың анасы көз жасын көл етіп Мәжиттің алдына бірнеше рет барыпты. Нәтиже болмаған соң отбасымен ауылдан бір жолата көшіп кеткен. Содан кейін Қарлығашты көрмеген. Кейін Фарида есімді қызбен көңіл жарастырып, бар жоғы 1 айдың ішінде үйленуге шешім қабылдайды. Бірақ бақыттар ұзаққа созылмайды. Фарида үйленген соң 5 ай қызды болады. Мәжиттің Фаридаға деген сезімі су сепкендей басылады десе де, олар бірден ажырасып кетпей, ұрыс-керіспен 1 жылдай бірге өмір сүреді. Сол уақыттың ішінде Фаридада жанжалдың басталуына үміт оты тұтанған болатын. Ол енді Мәжиттің баласын өмірге әкелмекші, бірақ бұл жаңалық Мәжитті аса қуанта қоймайды. Маған сендей әйелден туылған бала керек емес деген желеу етіп баланы алдыртып тастайды да ажырасып кетеді. Асабалықпен айналысып жүріп, бір қызы бар ұйғыр келіншекпен өмірін жан парақтарын ашады. Қаланың ортасына 2 қабатты коттедж салады. Ай сайын машинасын жаңа маркаға ауыстырып, дәурені жүреді. Тіпті үйлеріне қазан қайнатпай қымбат мейрамханалардан тамақтанады. 5 жылдан астам уақыт өтсе де, Нұрия екеуі балалы болмайды. Бұның себебін денсаулығымен байланыстырған келіншекті дәрі-дәрмекке қыруар қаржы жұмсалып жатқандығын айтып, Мәжиттің қалтасын қағумен болады. Бірақ мәселенің анығы Нұрияның күйеуі түрмеден келіп үйден қуылғанда ғана біледі. Сол кезде ғана заңды некеде отырмағандығы, үйде әйелдің атына рәсімдегені есіне түседі.
бар жанымен сенген әйелдің сатқындығы Мәжиттің қабырғасын қатты қайыстырады. Ішімдік серігіне айналады, жұмыс та жайында қалады. Ауылдағы әкесінің ескі үйіне барып тұрады. Саудагер жесір келіншектің анау-мынау жұмыстарын жасап беріп, ақысына Наташа екеуі бір шөлмек арақты бөлісіп жібереді. Сөйтіп жүріп, Наташаның қойнынан қалай шыққанын да байқамай қалған екен. Міне осылай жылдар өтіп, Наташаның өз ұлы бар. Ол енді бала туатын жастан да өтіп кетті. Одан кетсе өмір сүре алмайтындығын айтты. Қаңғып қалатындай көрінеді де тұрады. Иә, мені біреудің баласы папа деп жүр. Өз балам кімді әке деп жүргендігі бір жаратушыға аян. Әке деуге де жетпей кеткен балам ше. Бала адамның бақыты, өмірімнің жалғасы. Бірақ менде оның екеуі де жоқ. Енді болуы да мүмкін емес. Оны өзім де білемін. Өмір алма-кезек. Мен қарлығашты жылаттым, баламды жетім еттім. Фариданың отбасымыздың сақтамақ болған ниетін құптамадым. Өз қолымен жетектеп апарып баламды құрбан еттім. Қарғысқа ұшырадым. Бәріне тек өзім. Ақымақтығым кінәлі. Адамға өмір қайтадан берілетін болса ғой, шіркін. Осының бірі де қайталамас еді. Игі істермен айналысып, айналама мейіріммен қарар ма едім. Бірақ ол мүмкін емес. Бәрі де кеш деп сөзін аяқтады да, көзін тарс жұмып, қос алақанымен бетін басып, үнсіз отырып қалды. Бір кезде жатырап жайнап жүрген Мәжиттің бүгінгі күйі мен үлкен ойға қалдырды. Ескі таныс ретінде жанашырлықпен қарасам, әйел ретінде жек көріп отырғандай болдым. Бір анығы адамның көз жасы жақсылыққа жетелемейтінін толық түсіндім. Бірақ берілетін мынау жалған дүниеде біреуді жылатпай өмір сүрейікші.